Сәлем баршаңызға, менің YouTube каналыма қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен қатпарлы қамырдан, яғни слоеное тестодан өте тез дайын болатын бөрек дайындайтын боламыз. Ең алдымен начинкамызды дайындап аламыз. Мына жерде менде сыр, кез келген сырды қолдануға болады. Теркадан өткізіп аламыз. Брынзада қолдана беруге болады. Мына жерде менде сары майым бар. Водяная баняда немесе микроволновкада осылай ертіп аламыз. Мына жерде бір жұмыртқам бар. Осы жұмыртқамды вилканың көмегімен араластырып, екіге бөліп аламын. Бізге бұл жартысын начинкаға қосамыз, жартысын бетіне жаққанға керек болады. Міне осылай басқа кесеге құйып аламыз. Міне мына жартысын былай қойып қоямыз, оны біз бетіне жағатын боламыз. Ал мына жартысын сырымыздың бетіне құйып, және сары майымызды да құямыз. Сонымен жақсылап араластырып аламыз. Міне біздің начинкамыз дайын, енді қамырымызды жаюға көшеміз. Бізге қатпарлы, яғни слоеное тесто керек болады. Кез келген слоеное тесто қолдана береміз. Дрожсыз, дрожбен де қолдана береміз. Ең алдымен осылай ұн сеуіп, ұнға аунатып, домалақ етіп қамырымызды жайып аламыз. Міне қамырымызды осылай жайып аламыз, домалақ етіп, және 8 бөлікке бөліп, 3 бұрышты етіп кесіп аламыз. Бұл бізде круассандар сияқты, рулет сияқты етіп, ортасына начинкамызды салып орайтын боламыз. Міне осылай 8 бөлікке бөліп аламыз. Начинкамызды 3 бұрышты қамырымыздың ортасына саламыз. Міне осылай 2 ұшын аламыз дағыны бір-біріне астыға қарай жабыстырамыз. Бұл бізде жаңағы сырымыз пісу барысында сыртқа қарай ағып кетпес үшін міне осылай бір-біріне қосып, жауып, ары қарай рулет етіп ораймыз. Қалғандарында дәл осылай жасап шығамыз. Ортасына сырымызды саламыз, 2 шетін ортаға қарай жиямыз. Сонымен ортасын міне ішке қарай жабыстырып, осылай рулет етіп орап аламыз. Сырымыз бізде пісу барысында сыртқа қарай шығып кетпес үшін жан-жағын жақсылап бекіту қажет болады. Келесі қамырымызды да дәл осылай домалақ етіп жайып, 8 бөлікке бөліп, арасына начинкамызды салып аламыз. Міне осылай рулет етіп бәрін бүгіп аламыз. Противенге жайғастырамыз, пешімізді қосып қыздыра бастаймыз. Мына жаңағы жұмыртқамның жартысы алып қалған, осыны бетіне жағып шығамыз. Күнжутымызды сеуіп, 180 градуста шамамен 20-25 минуттай қызарғанша пісіріп аламыз. Міне осылай қып-қызыл етіп пісіріп аламыз. Бұл бөректерді ыстықта жесеңіздер, дәмі деген өте керемет. Жұмсақ, сырдың да дәмі бір-бірімен үйлесіп тұрады. Бұл бөректерімізді столымызға, дастарханымызға самсамен бірге қоятын болсаңыздар, өте әдемі көрінеді. Столымыздың көркін ашатын болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Менің каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар, және лайк басуды ұмытпаңыздар.